Сәлем достар, сіздермен бірге Қызылдар. Бүгін зарядка қалай тез алу керектігін және қауіпсіздік ережесін айтатын боламын. Біріншісі, 80%-дан асырмай 40%-дан түсірмей ұстап тұру қажет. Сосын ол зарядканың сыйымдылығын арта түседі. Ал екіншісі, телефоннан 2 немесе 3 ойыннан артық болмау қажет. Одан артық болса зарядканың сыйымдылығы төмендейді және батарейкада құтыла бастайды. Ол ақшаны үнемдеуге қажет болады. Үшіншісі, өзінің зарядкасы болу қажет. Телефонның өзінің зарядкасы болу қажет. Әйтпесе ол телефонды да құртады басқа зарядкасы. Бесіншісі, мобильді немесе Wi-Fi ұшу режимдерін ажырату керек. Және дыбыссыз режимдерін қойған. Алтыншысы, телефонда тұрғанда қозғалмау керек. Жарылыс болуы мүмкін немесе көптеген қауіп болуы мүмкін. Жетіншісі, батарейканың жарығын азайту қажет. Жарық азайған сайын батарейканың да сыйымдылығы арта түседі және қауіпсіздік ережесін айта өтсем, жатар кезде секунд шықпақ болған соң төмен жаққа аяқ қою керек және 1 метр арақашықтықта болу қажет. Көптеген қауіптен сақтанып қалуға болады. Сенің бірге болған Қызылдар, сау болыңыз.